осы видеода мен өзімнің қазіргі ішімдегі сезімдеріммен сіздермен бөліскім келіп тұр, және сіздің жалғыз емес екеніңізді сізге жеткізгім келіп тұр. Мүмкін сіздің өміріңізде осындай уақыт болып жатқан шығар қазір, и мен сізді құшақтағым келеді, мен сізге айтқым келеді, уайымдама, бұл нормально, бұл әр адамда болады деп соны саған жеткізгім келеді. Сәлем. Сіздер білесіздер, мен сіздермен шынайы болғанымды қалаймын, және көбірек шынайы болуға тырысамын. И бұл видео бізде өте шынайы видео болады. Осы соңғы күндері неге мен соцсеттардан жоқ болып кеткенім, неге мен белсенді болмай жүргенімнің себебімен сіздермен бүгін бөлісетін боламын. Мен осы бірнеше күн бойы болды Инстаграмнан, ТикТоктан, Ютубтан барлығынан үзіліс алып жатырмын, және менде просто қандай сезім, менде андай выгорание сияқты сезімі, яғни шаршау. Просто энергетический жағынан, физический жағынан, морально, барлық жағынан шаршадым. И үзіліс алуға шештім, бірақ осы үзіліс алған кезде басында бастапқы бірінші, екінші күндері мен өзімнің бұрынғы әдетіме түсіп кеттім. Яғни бұрынғы аяжан, бұрынғы әдетім мен мынадай еді. Егер мен бір нәрсені жасамай қалсам, егер бір нәрсе істемей қалсам, осылай жалқауланып қалсам, мен өз-өзімді жей бастаймын. Яғни неге сен жалқауланып қалдың, неге сен бастаған нәрсені аяғына дейін апармайсың, неге белсенділік көрсетпей жатсың, әлсізсің, сен тез шаршап қаласың, сила воля жоқ деген сияқты сондай нәрселерді өзіме қатал түрде солай өзімді сынап, сондай өзіммен сөйтіп сөйлесетін едім, яғни сондай сөздерді айтатын едім. Бірақ осы бастапқы бірінші күні менде сондай диалог басталып жатты ішінде, яғни монолог басталып жатты сондай ішінде, бірақ мен бірден түсіндім, бірден сол бұрынғы әдетімді, яғни ұстап алдым да, одан кейін өз-өзіме айттым: аяжан, сен бұрынғы аяжанға қайтадан түсіп жатсың, сен өзің бұрынғы әдеттеріңді қайтадан айтып бастап жатсың, сен қалай өз-өзіне сөйлеп жатсың деген сондай өз-өзінде сұрақтар пайда болды да. И бұл менің шаршауым, бұл менің үзіліс алуым бостан босқа емес, мұның ішінде түбінде бір себеп жатыр деген сондай ой түйдім. И менің жақын құрбыларыммен осы қазіргі болып жатқан периодымен бөліскен кезде олар маған айтты: это нормально деді. Солардың бір это нормально деген сөзі маған кәдімгідей қолдау көрсетті, себебі мен кейде өзіме қатал түрде қарап кетемін да, и сондай это нормально екенін ұмытып кетемін дегендей. Солар мені есіме түсірді. Одан кейін мен шынымен де ойладым: мен адаммын ғой, ешкім робот емес. Барлық адам шаршайды, барлық адамның энергиясы бесконечно шексіз бола бермейді. Барлық адам әрдайым позитивті бола бермейді деген сияқты, адамның энергиясы бітеді, яғни адам шаршайды дегендей. Бір құрбым айтты: мен мысалы влог жүргіземін, соцсеттарда влог жүргіземін, и бір құрбым айтты: ол сенің влог жүргізгенің, контент жасағаның, ол жұмыс сияқты дейді. Яғни сен жұмысты қаншалықты жақсы көрсең де, сен оны 24/7 жасай алмайсың ғой, дұрыс па? Сен бәрібір бір демалыс күндерін аласың, қаншалықты жұмысыңды жақсы көрсең де дегендей. Сол сияқты осы блог жүргізуден, контент жүргізуден демалыс алу, үзіліс алу — это нормально. Яғни егер сіздің өміріңізде сондай период болып жатса, сондай бір резко үзіліс алып қалсаңыз, резко еш нәрсе істегіңіз келмей қалып, солай ешқандай результат бермей сондай бір состояниеға түсіп кетсеңіз, это нормально. Яғни сіздің денеңіз, сіздің миыңыз барлығы сізге сигнал беріп жатыр: демал деп, себебі сіз мүмкін өзіңізді қатты энергияңыздың барлығын сонда жіберіп жатқан шығарсыз дегендей, и сізге просто демалыс алу керек. И бізде айттым: it's okay, И мен соны түсіндім, яғни өз-өзіме үзіліс беру керек екен, және мен сізге жаңағыдай айтқандай, бұның түбінде бір себеп жатыр дегендей, мен өз-өзіммен бірге болуға, яғни өз-өзімді тыңдауға, өз-өзіме құлақ салуға сондай уақыт деп қазір өзім солай қабылдап жатырмын. Яғни бұл тек сондай үзіліс, өз-өзіммен болу, яғни өзіме не маңызды, соларды қайтадан есіме түсіру, өз-өзіме
махаббатпен қарау дегендей, яғни с пониманием қарау, иә. Ол мынадай сияқты ғой, егер сіздің кішкентай балаңыз болса, немесе сіз кішкентай кезіңізді есіңізге түсірсеңіз, мамаңыз келіп сізге, егер сіз шаршап отырсаңыз, иә, күнде сабаққа барып, бір күні шаршап отырсыз, үй тапсырмасын орындағыңыз келмей сөйтіп отырсыз, иә, мысалы, мамаңыз келіп сізге ұрысса, неге сен оқымайсың, неге сен сабағыңды оқымайсың деп, солай сізді түсінбесе, иә, онда сізге обидно болушы еді ғой. Вам бы хотелось, чтобы сіздің мамаңыз қасыңызға келіп сізді құшақтап, сенімен не болып жатыр, шаршадың ба деген сияқты басыңды сипалап, саған жақсы көретін тамағын пісіріп берейін бе, ештеңе етпейді, бір күн үй тапсырмасын орындамасаң деген сияқты солай сізге қолдау көрсетсе, ол жақсырақ болар еді, иә. Сіз ол состояниедан тезірек шығар едіңіз, иә. Сондай сіз қолдауды күтесіз ғой, иә. Сол сияқты біздің ішкі баламыз бар ішімізде, иә, внутренний ребенок. И сол біз внутренний ребеногымызды қатал мама сияқты, строгий мама сияқты, отырма, тоқтама, үзіле салма, шаршамау керек саған, істе деп сөйтіп отырма, немесе с пониманием қарайды ма, иә. Себебі махаббат деген білесіз ғой, біреуге деген махаббат, ол сіз оны қандай болса да жақсы көресіз, иә. Сіз оны жаман кездерде де, жақсы кездерде де жақсы көресіз, сіз оны әрқашанда түсінесіз дегендей, солай өз өзіңізге түсінушілікпен қараңыз. Мүмкін сізге бұл белгі болар. Егер осындай период болып жатса, мен сізді құшақтаймын. Біз мұнда біргеміз, сіз жалғыз емессіз. It happens to the best of us деген сөз бар, яғни арамыздағы ең күшті адамдарға да болады бұл. Барлық адамдарға болады бұл. Барлық адамдарда осындай период өмірінде болады. Кез келген адам любой нәрседен шаршайды, қаншалықты жақсы көрсе де. Адам, мысалы, сіз блог жүргізуден шаршаған шығарсыз, мүмкін сіз өзіңіздің жұмысыңыздан шаршағансыз, мүмкін сіз мама болудан шаршаған шығарсыз деген сияқты. Бұның барлығы біздің арқамыздағы жүк сияқты, и кейде бізге просто энергиямыз толтыру керек. Біз тек бере береміз энергиямызды, уақытымызды, и оны толтыру керек. Себебі ол бесконечный нәрсе емес. Яғни телефон зарядтаған сияқты, сізде солай өз-өзіңізді зарядтап, қуатыңызды қайтадан жинап алу керек. И менде сіздермен сол бөліскім келген, мен шынайы болғым келді. Неге мен үнсіз болып кеттім? Себебі менде қазір осындай период, мен өз-өзімді энергиямды қайтадан толтырып жатырмын, және өмірімді баяу өмір сүріп жатырмын. Яғни нет надобности кому-то что-то доказывать, показывать деген сияқты. Себебі инстаграмда отырған кезде біз сторис саламыз, иә, басқа адамдарға көрсеткің келеді, міне осылай істеуге болады деген сияқты. Барлық күндеріңді көрсетесің дегендей. И менде просто бац болды да, осознание болды да, менде как будто мен біреуге бір кино түсіріп жүрген сияқтымын, иә. Біреуге мен өмірімді андай бір развлечение сияқты көрсетіп жүрген сияқтымын, как будто мен біреуге жұмыс істеп жүрген сияқты. Менде сондай сезім болып кетті уже. Неге мен адамдарға барлығын көрсетуім керек, неге мен барлығымен адамдармен бөлісуім керек деген сияқты сондай бір ой пайда болды да. И мен просто осы моментте ешкімге еш нәрсе көрсетпеймін, яғни мен жасап жүрген нәрселерімді, қандай нәрселер жеп жатырмын, қандай жерлерге барып жатырмын деген сияқты, мен соны қазір үзіле салып, сторис еш нәрсеге салып жүрген жоқпын, просто для себя живу дегендей, яғни өзімнің жақсы көретін адамдармен, приватный өмір дейді ғой, сондай неде модта жүрмін қазір. И бұл жерде тағы айтып кететін нәрсе, мен оқып жатқан кітапта, «Сила подсознания» деген кітапта сонда айтады, адамдар 30 жастан асқаннан кейін, көбінесе 30 жастан асқаннан кейін оларда кризис середины жизни басталады. Бірақ ол әр адамда индивидуально, әр адамда әртүрлі. Кейбіреулерде 40-тан асқанда, кейбіреулерде 25-тен асқанда, иә, кейбіреулерде 50-ден асқанда деген сияқты. Бірақ көпшілігінде 30-дан асқаннан кейін оларда кризис середины жизни болады. Себебі 30-дан 40 жастар, 30-40 жас аралығында уже адам ол полностью формулироваться етіп бітеді. Яғни адам қалыптасып бітеді. И ода уже кәдімгідей тәжірибе жиналып қалады, өмірлік тәжірибе жиналып қалады. Ол қаншама эмоцияларды көрді, қаншама адамдармен араласты, жүрегі де жараланды, бақыттың не екенін де сезінді. Яғни әртүрлі эмоциялардың барлығын, спектрдің барлығын уже сезінді, неше түрлі жерлерге барды деген сияқты. Ода уже сондай бір программа қалыптасады. Яғни адам уже 30-40-тан асқаннан кейін андай мудрый болып бастайды. Яғни мен ана жаққа аяқ баспаймын, мен андай достыққа кірмеймін, андай отношенияға кірмеймін, себебі
себебі мен бұрынғы опытым бойынша ол мындайға келеді деген сияқты сондай адамда уже тәжірибе пайда болады. Бірақ мында айтады осы кітапта, как раз мен осы қазір периодта жүрген кезде оқыдым да, мен и вау дедім. Совпадение, не думаю. Сонда айтады, яғни адам сол кризис середины жизни болған кезде адам андай болады ғой, жұмысқа барып жүресің, адамдармен араласып жүресің, бір нәрсемен айналысып жүресің да, и батыс өз-өзімен бірге болатын уақыттар болып қалады ғой. Үйде жалғыз болып қаласың, немесе өзің жалғыздықта болып қаласың ғой. Сондай уақыттарда адам жаңағыдай көп ойланып кетеді, ойға түсіп кетеді, кәдімгідей ойланып кетеді, андай терең ойға түсіп кетеді да, и ол андай дискомфортный сондай бір состояние, себебі ол адам жаңағыдай өмірдің мәні неде деген сияқты, мен не істеп жүрмін деген сияқты сондай бір ойға түсіп кетеді да, и мен сонда андай маған сыртқы орта керек па, сонда мен өз-өзімді бір тұлға ретінде сезіну үшін маған сыртқы орта керек па деп сөйтіп ойланып қалады да адам. Себебі біз осы жас аралығында осы жылдар бойы біз көбінесе өзімізді тұлға ретінде қалыптастырамыз, яғни басқалардың көзінше біз қандай адамбыз деп ше, басқа адамдар бізді қалай көреді, яғни біз бір роль ойнаймыз, иә, яғни басқа адамдарға біз басқаша көрінеміз, біз басқа түрде көрінеміз да, бірақ шындығына келгенде, шынайы өзіміз жалғыздықта қалған кезде, ол қасымызда ешкім болмаған кезде ол шынайы, нағыз шынайы өзіміз боламыз екенбіз, иә. Бірақ біз біздің сол шынайы бетімізді біз оны қоршаған ортаға, басқа адамдарға көрсетпейміз. Себебі оны біз көрсететін болсақ, басқа адамдар оны қабылдамайды деген сияқты. И біз сол адамдар бізді қабылдау үшін біз бір роль ойнайды екенбіз, иә. Ол біздің эволюциямызда біздің қалыптасқан, біздің жаңағыдай жануар адам табиғатында қалыптасқан, себебі білесіздер, алғашқы адамдар болған кезде, сонда олар жаңағыдай племялармен өмір сүрген кезде, оларға важно болды, маңызды болды племяның ішінде, тайпаның ішінде болуға, яғни тайпаның мүшесі болу оларға маңызды болды. Себебі егер сен тайпадан шығарып жүрсе, сен басқаша бір өзгеше бірдеңелерді айтып, сондай нәрселерді көрсетіп жүрсең, сені тайпадан шығарып жібереді. Ал егер сен тайпадан шығарса, саған жабайы аңдар келіп, неше түрлі жәндіктер келіп, сен салқында өзін өріп қалуы мүмкін деген сияқты. И чтобы выживать, тайпада болу керек. Яғни бізге адамдарға өте маңызды қоғамның мүшесі болу. Яғни мен бір нәрсенің мүшесімін, мен бір нәрсенің ішіне кіремін, мен бағалымын деген сияқты, мен тұлғамын деген сияқты, солай өз-өзімізді сезіну бізге өте маңызды екен адамдарға. И солай біз 30-40 жастан асқаннан кейін солай біз түсініп бастаймыз да, біз тек маңыздымыз, яғни маңыздылығымызды тек басқа адамдардың арқасында, басқа адамдармен бірге болған кезде, какой-то бір іспен айналысқан кезде ғана сезінеміз дейді. А когда өзің жалғыздықта өз-өзіңмен қалған кезде, как будто танымайсың сен ол адамды, мынау кім деген сияқты, и это тебя пугает, яғни өзінің шынайы ойларын шығып жатады деген сияқты, неше түрлі монологтар шығып жатады ішінде, сен оны басып жүрген, жалғыздықта, үнсіздікте солардың барлығы шығып жатады да, ол бізге дискомфорт әкеледі. И адамдар сол дискомфорттан құтылу үшін олар өздерін, яғни занимать етеді басқа нәрселермен, олар заттармен занимать етеді өздерін, мысалы машина алады, яхта алады, квартира алады, сосын оны ремонттайды, барлық ойлардың барлығы сонда кетеді деген сияқты. Немесе бір клубқа тұрады, клубтың мүшесі болады, басқа адаммен араласады, немесе бір жұмысқа тұрады, басқа бір әртүрлі істермен айналысып кетеді. Немесе кейбір адамдар интернетқа кіріп кетеді, телефон қарайды, телевизор қарайды деген сияқты. Яғни просто отырмайды, өз-өздерінің ойларымен отырмайды, өз-өздерінің ойларын анализ жасамайды. Себебі бұл дискомфорт. Себебі бұл қолайсыз, мынау кім, бір андай бір жауып жүрген, жасырып жүрген адам шығып жатады да. И ол адамға ыңғайсыз, өте қолайсыз. Сондықтан сол қолайсыз сезімдерді сезінбес үшін адам солай өз-өзінің көңілін аулайды екен, яғни басқа істермен араласу арқылы, басқа адамдармен араласу арқылы, интернет арқылы деген сияқты сөйтеді екен. Бірақ осы 30-40 жастан асқан кезде, кризис середины жизни кезінде кейбір адамдар болады, которые осы дискомфорт сезімде отырады, яғни жалғыздықта осындай монологтар, ойлар келіп жатқан кезде олар соған шыдайды, отырады және тыңдайды, құлақ салады. Яғни мен кіммін? Мен бұл өмірде не үшін жүрмін? Бұл өмірдің мәні неде? Өмірде Құдай бар ма? Келесі өмірде не болады?
менің миссиям қандай деген сияқты сондай философский терең сұрақтар қойып бастайды. Яғни бұл өмір просто өмір емес, яғни бұның бір мағынасы бар, себебі бар деген сияқты сондай ойлар жүгіртеді. И осы екінші типтағы адамдар осы кризис середины жизнидан трансформация болып шығады. Яғни они трансформируются, олар басқа адам болып шығады. Себебі олар осы дискомфортный жасырып жүрген ойларымен бірге отырады, құлақ салады және әрекет етіп бастайды. Яғни ойланып бастайды. Өмірлерін өзгертуге, сол бұрынғы өздерінің паттерндарын, әдеттерін, соның барлығын өзгертуге ойланып бастайды. И бұнда бір әдемілік, сұлулық жатыр да, кризис середины жизнида. Ол бізге мүмкіндік, үлкен мүмкіндік. Егер сіздің өміріңізде осындай қазір момент болып жатса, көбінесе 25-тен асқанда сондай да болады. Мен не істеп жүрмін, мен әлі күйеуге шыққан жоқпын, или мен күйеуге шықтым, балам бар, мен әлі карьера құрған жоқпын деген сияқты, мен ничего не добился деген сияқты сондай неше түрлі ойлар кетеді адамда. И бұл бізде осындай бір шанс, мүмкіндік, осы кризис кезінде өсуге, басқа адам болуға, дамуға, осыдан бір пайда алуға сондай бір үлкен мүмкіндік. Ол андай сияқты ғой, білесіздер ғой, жасыл құрттар, caterpillar дейді ғой, сол құрттар өздерінің личинкасын орап алады ғой, сол личинкамен белгілі бір уақытта жатады сол личинканың ішінде. Бұл маленькая смерть деп аталады. Изоляцияда жатады. Сол сияқты осындай сізде кризис середины жизни болып жатқан кезде сіз как будто құрт сияқсыз, 30 жыл бойы құрт болып жүрдіңіз да, и сіздің өзіңіздің личинкаңызға кіресіз, и изоляция болады сізде. Яғни изоляция болған кезде сіз көбінесе көп уақытты өз-өзіңіздің ойларыңызбен, өз-өзіңізбен өткізесіз. Яғни өз-өзіңіз талдайсыз дегендей, яғни ішке қарай жүреді жұмыс. Яғни сіздің ішкі жан дүниеңізге қарай жүреді. И бұл бізде изоляция, Сіз андай бұрынғы әдеттермен автоматты түрде автопилоте барлығымен араласып, барлық жерге барып, сол бұрынғы әдеттеріңізбен жүре бермейсіз өміріңізді сүріп. Бұл сізде сондай кризис середины жизни, сіз изоляцияға кетесіз, и сол барлық энергияның барлық фокус вниманияның барлығы ішке қарай кетіп бастайды, и сіз өз-өзіңізбен жұмыс жасап бастайсыз. Бірақ білесіз бе, бұндағы сұлулық неде? Бұл маленькая смерть дейді ғой, яғни сізде сондай бір маленькая смерть болады. Осы кезде сіз өзіңіздің бұрынғы версияңызбен қош айтасыз. Бұрынғы версияңыз қайтады да, и сіздің жаңа версияңыз дүниеге келеді. Ол бізде личинканы жыртып, қанаттары әдемі, көбелек шығады. И ол аспанға қарай ұшады. Сізде сондай мүмкіндік бар. Сол личинкадан шығып, көбелек болып шығып, жаңа версияңызбен дамып, өсіп, уже биік шыңдарға өсетін, сондай өмірдің сондай бір несін түсінген, мәнін түсінген, неге мен өмірге келдім деген сияқты соның мағынаны түсініп, өмірін шынымен де бағалы өткізетін, әр күнін, әр сәтін бағалы моментте өткізетін, жақсылықтарды жасайтын сондай басқа адам болып шығасыз. Бұл өте керемет трансформация. Сондықтан маған қазіргі осы менің болып жатқан өміріндегі қазіргі период, осылай көп ойларға түсіп кетуім деген сияқты, не болды деген сияқты кризис периоды, бұл мен үшін өте керемет нәрсе деп ойлаймын. Хоть ыңғайсыз, қолайсыз болса да, бұл өте әдемі нәрсе. Және I'm just embracing it. Яғни мен просто осыны жақсы көріп жатырмын, осы моментті. Просто осыдан удовольствие алуға тырысып жатырмын осы моменттен, себебі бұл өзінің өмір баянында қайта жазғандай сезім. Сен өзінің бұрынғы версиямен қош айтысып, жаңа версиямен танысатын, жаңа версияны өзгеретін период. И бұл мен Аллаға шүкіршілік етем, сансыз шүкір етемін осындай период болып жатқанына өмірімде. Сол осымен бөліскім келді. Және де сізге айтарым, ешқашан кеш емес. Сіз 30-дан ассаңыз да, 40-тан ассаңыз да, 50-ден, 60-тан ассаңыз да, ешқашанда кеш емес осылай құрттан көбелекке айналуға. Ешқашанда кеш емес өзінің бұрынғы версиямен қош айтысып, өміріңді өзгертуге, жаңа версия болып дамуға, өсуге ешқашанда кеш емес. Бұл өмір, и бұл
нәрсе барлық адамда болады. Мүмкін сізге бұл белгі болар, и мен сізді тағы да құшақтаймын. It's okay. Өмірімізде, күнделікті өмірімізде біз адамдар қателік жібереміз. Біз либо өткен шағымызда прошлыйымызды ойлап жүреміз, соған өкініп, білмеймін, соны копать етіп сөйтіп жүреміз, соған ренжіп деген сияқты. Либо біз болашақта жүреміз, болашақта не болады, ертең не болады деген сияқты қорқыныш сезімі басым болатын, сондай бір болашақта жүреміз, уайым сезімде жүретін. Бірақ біз басты нәрсені ұмытып кетіп жатамыз, ол осы шақ. Осы күн, әр күн бізге беріліп жатқан сый, әр күн бізге мүмкіндік беріліп жатқан, ұрысып қалған адамдарымызбен қайта достасуға, жіберіп алған мүмкіндіктерімізді қайтадан қалпына келтіруге деген сияқты, өсуге, дамуға, жақсылық жасауға, кешірім сұрауға, өзгеруге әр күн бізде мүмкіндік. И осы шақта болуға тырысыңыз. Әр күніңізде соңғы күн сияқты өмір сүріңіз. Сол 30 жасқа жақындаған кезде осындай әңгімелер кетеді екен, ішінде философский әңгімелер кетеді екен. Сол осы мен қазіргі сіздермен нағыз шынайы эмоциялармен, нағыз шынайы ойлармен сіздермен бөліскім келді. Мен білмеймін, бұл видео қанша просмотр жинайды, қанша лайк жинайды. Просто мен әр көрерменді маңызды етіп санаймын, және сіздермен шынайы болғым келеді, және мен сіздерге жеткізгім келеді, сіз жалғыз емессіз. Это нормально. Мен сізді құшақтаймын. Соңына дейін қарағаныңыз үшін сізге көп рахмет. Түсіністігіңіз үшін, қолдауыңыз үшін көп рахмет. Келесі видеода кездескенше, бай-бай.